25. Қайтадан айтып жіберіңізші. Неғал деп келіп тұрсыз? Біз Жаңақала аудандық полиция бөлімінен Иә. есімім Сағат, фамилиям Қабдиев, участковый инспектор. Сізге қазір келіп тұрған себебіміз бізге материал келіп түсті. Яғни 9 күнгі сіздің магазиннен 11:25 шамасында арақ сатылған деп. Сол бойынша біз сізге шақырту қағазын алып кеттік. Бізде криминалист Шаймардан баянат түсіп тұр бізге. Сатып алған қыз баланың түсініктемесі бар. Сол бойынша сізге Жаңақала полиция бөліміне келіп кетуге. Мен сол қызды маған ана милициялар үшеуі ілестіріп келіп, бір кіргенде бар, бір көрдім мен. Сонда менде видеоға түсірген бар ғой. Олар анда барлығы запис бар, барлығы бар. Менде де запис бар, ол айттым оларға. Ол қыз менен сатып алған жоқ. Олар мені подставить етіп келіп тұр. Ана қызды мен ана бір свидетельдерің бұрыннан менің малымды атып алып, сотталған ана кім бар ғой, Ернар, соның әкесі мен анау балдызыма бірдеңесі. Милициямен соны маған подставить етіп. Енді айта алмасаңдар, менен алған жөнінде свидетельстволар жоқ. Мен айттым ғой. Алған чегі да жоқ. Менен, например, доказать ететіндей. Енді арызды мен де бере алам. Арызды мен де бере алам ғой. Менен алған жоқ олар. Мені подставить етіп өтіріктен келіп тұр милициямен үшеуі. Кім подставить етіп тұр дейсіз, сізді түсінген жоқпыз. Үшеуі келіп мені подставить етіп тұр ғой, өтіріктен доказать етіп, сендер алдыңдар деп. А мен доказательство жоқ қой, мен оған сатқан жоқпын деп айтсам, олар сөйтіп келіп тұр. Сосын мен де түсірдім сөйтіп видеоны сол жерде. Жақсы, анда барлығы запис. Ана қыз келіп тұр, сосын ана әкесі, ана мал ұрлаған менен әкесі, балам сотталды деп. Ондай жағдай бізге вообще түсірген жоқ, ондай. Жоқ, сосын олар өздері әдейі жиналып келіп тұр ғой, мені подставить ету үшін. Ойым емес, солай ол деген. Басқа, олан басқа олар вообще келмейді олар маған. Сізді қазір 4-ке 4:30-ға сіздерді танып тұрсыз ба қызды? Ол қызды мен кіргеннен кейін таныдым, ана әкесімен бірге ана Маратпен келгеннен кейін. Сөйтіп подставить етіп келіп тұрған. Мені сатты деп. Марат деген емес ол қыздың. Ол қыздың әкесі емес, анау деген Марат деген Ернардың әкесі емес пе? Жоқ, ол жерде біз болған жоқ, запистен барлығынан дұрыс. Енді ол таныма маған керек емес, мен сендерге айтып болған. 4:30-ға біз сізге повестка әкеліп тұрық. Повестка неғыл деп әкеліп тұрсыңдар, қайсы көрейін? Айтатындарыңыз, шақырту қағазы. Мынау сіздің жолдасыңыздың данные. Айтатындарыңыз сол жерде айтарсыз деп. 20 күні бүгін аудандық полиция бөліміне 16:00-ге. Мынау сізге Кабиева Минза Ғадылдың. Кім? В качестве кого? Сіз куә есебінде бұл кісі қазір барлығын анықтадық. Магазин иесі осы жолдасыңыз екен, жолдасыңыз атына. Сол үшін екеуіңізді шақырттық. Мынау жерде даты да жоқ. Бұл сіздің алатын қолхатыңыз, қазір аласыз. Сосын мынаға сізді қоясыз датына. Датысын қоямыз. Сайлау күні дейсіз, иә? 9 күні. Сайлау күні емес. 9 күні. Сайлау алдында істеп тұрған әрекеттері ғой, иә. Мен тәуелсіз бақылаушы болып қатыспасын деп істеп тұрғандар. Түсіндім мен. Мынаға сіз повестканы бізге алып, бейнежазбаңызды келіп түсіріңіз, алып отырғаныңыз жөнінде. Мынаға фамилияңыз, инициал, қолыңыз, бүгінгі күнді жазасыз. Мен мынаны алмаймын, маған соқпайды. Абдрахманов жоқ. Ладно, ол кісі онда өзімізді береміз. Нешесі күніне? Міне бүгінгіге 4:30-ға сізге. 20 күні. Шақыру в качестве кого дейді? Көлікке. Куәгер есебінде. Қандай? Түсініктеме аламыз. Сол күні сіз түсініктеме беруден бас тартқансыз. Өзім барып берем дегенсіз, келмедіңіз. Барам деген жоқпын мен. Сізге шақырту қағазын айтып. Дәлелсіз себептермен келмеген жағдайда, неғыл дейді? В качестве кого дейді мынау? Куәгер дейміз. Куәгер. Мынау кісі кімге? Бұзушы ретінде. Мынаға шақырту қағазын алдым дейді. Мынаға сіз фамилияңызды, қолыңызды қойып беріңіз. Сосын мынаға бүгінгі даты, мынаға уақытын жазып жіберсеңіз де болады. Қазіргі уақыт мен сізге айтайын. Қазір мен тұра тұрыңдар. 12-ден 7 минут кетті мен сағат.